Егер уролог сізге жай ғана бақылап көрейді десе, ондай дәрігерден аулақ жүрген дұрыс. Простатаны кішірейтуге болады және оны кішірейту қажет. Қалай екенін қазір түсіндіремін. Менің атым Мирас. Мен 10 жылдық тәжірибесі бар урологпын. Бүгін мен операциясыз простатаны азайтудың шынайы әрі жұмыс істейтін жолдарын көрсетемін. Бұл сіздерге қызық болса, қолдау ретінде видеоға лайк басып, арнаға тіркеле кетіңіздер. Мен күн сайын сіздің денсаулығыңызға арнап видео шығарамын. Ең алдымен нақты деректерге тоқталайық. 50 жастан кейін ер адамдардың шамамен 80%-ында простата үлкейеді. Бұл жағдай қуқасты безінің қатерсіз гиперплазиясы деп аталады. Көпшілікке таныс белгілер бірден пайда болады. Адам түнде 2-3 рет дәретханаға тұрады, зәрдің ағымы әлсірейді. Қуық толық босамағандай сезім қалады. Бұл мәселе өз өргінен жоғалмайды. Простата жыл сайын біртіндеп өсе береді. Көпшілік жағдайда ерлер қауымы дәрігерге бармай үнсіз қала береді. Простата жас келгеннің белгісі. Енді одан шығатын жол жоқ. Қалған өмірім осы аурумен байланысты болып өтеді деп ойлайды. Бұл үлкен қателік және миф. Мен дәрігер ретінде сіздерге айтайын. Бұл үдерісті баяулатуға және кей жағдайда простата безінің көлемін азайтуға болады. Енді простатаны кішірейтудің және одан арылудың нақты қадамдарымен танысуды бастайық. Бірінші және ең маңызды қадам тамақтанумен байланысты. Кейбір өнімдер простатаға нақты әсер етеді. Мысалы, ликопин деген антиоксидант бар. Ол қызанақ пен қарбызда кездеседі. Ғылыми зерттеулер ликопин простата жасушаларының өсуін шамамен 30%-ға тежейтінін көрсетті. Ликопиннің жақсы сісімі үшін қызанақты термиялық өңдеу маңызды. Сондықтан томат пастасы, томат шырыны немесе пеште пісірілген қызанақ шикі түріне қарағанда пайдалырақ. Күніне 10 мг ликопин жеткілікті. Бұл 2 ас қасық томат пастасына тең. Простата үшін аса маңызды тағы бір элемент – мырыш. Қуғасты безінде мырыш басқа ағзаларға қарағанда әлдеқайда көп жиналады. Мырыштың жетіспеуі простатаның үлкеюімен және қабынумен тікелей байланысты. Асқабақ дәні, сиыр еті, кешью, нокат және теңіз өнімдері мырышқа бай. Ер адамға күніне 15 мг мырыш қажет. Бір уыс асқабақ дәні осы мөлшердің жартысын береді. Жасыл шай да простатаны кішірейтуде үлкен рөл атқарады. Оның құрамындағы катехиндер тестостеронды дигидротестостеронға айналдыратын ферменттің белсенділігін төмендетеді. Дәл осы дигидротестостерон простатаның өсуін жылдамдатады. Күніне 3 кесе жасыл шай ішу гиперплазия қаупін айтарлықтай азайтады. Шайды қайнаған сумен емес, 70-80 градус температурада демдеу маңызды. Сонда пайдалы заттар сақталады. Сонымен қатар, простатаны кішіреткіңіз келсе, кейбір тағамдарды шектеу керек. Қызыл етті аптасына 3 реттен жиі жеу простатаның үлкеюін жылдамдатады. Сүт өнімдерін шамадан тыс тұтынуда жағымсыз әсер етеді. Алкоголь қуықты тітіркендіріп, простата белгілерін күшейтеді. Сондықтан бәрінде мөлшер болғаны дұрыс. Келесі маңызды бағыт – қоспалар. Мұнда жарнамаға емес, дәлелге сүйену қажет. Сабаль пальмасы экстракты простата көлемін бірнеше айдың ішінде азайталатыны зерттеулерде көрсетілген. Бета-ситостерол зәрдің ағуын жақсартып, қуықта қалатын зәр мөлшерін азайтады. Африкалық алхоры қабығының экстракты түнгі дәретханаға баруды қысқартуға көмектеседі. Бірақ бір нәрсені есте сақтау керек. Егер PSA көрсеткіші жоғары болса, міндетті түрде дәрігерге көріну қажет. Қоспалар толық емнің орнын алмастырмайды. Простатаны кішірейтуде үшінші маңызды қадам – қозғалыс пен жаттығу. Простатамен байланысты бұлшықеттер бар. Олар жамбас түбінде орналасқан. Егер бұл бұлшықеттер әлсіз болса, зәрдің ағуы да нашарлайды. Кегел жаттығулары осы бұлшықеттерді күшейтеді. Оларды күн сайын бірнеше рет орындау бірнеше аптадан кейін нәтиже береді. Жаяу жүруде өте пайдалы. Тұрақты, жылдам жүріс жамбас аймағындағы қам айналымды жақсартып, қабынуды азайтады. Ал ұзақ уақыт велосипед тебу немесе атқа міну кей жағдайда керісінше әсер етуі мүмкін. Тағы бір пайдалы әдет ол терең отырып тұру. Бұл қозғалыс жамбас бұлшықеттерінің тонусын арттырады. Мұнда ең бастысы жылдалдық емес, дұрыс орындау. Келесі тәсіл массажбен байланысты. Бұл ішкі массаж емес. Денеде простатамен жанама байланысы бар нүктелер бар. Оларды үнемі уқалау жамбас аймағындағы қам айналымды жақсартады және зәрдің ағуын жеңілдетеді. Мұндай массажды таңертең және кешке бірнеше минут жасау жеткілікті. Нәтиже бірден емес, бірнеше айдан кейін байқалады. Ең күшті әсер ететін тәсіл гормондармен байланысты. Простатаның өсуі дигидротестостерон деген гормонға тікелей тәуелді. Бұл тестостероннан әлдеқайда белсенді зат. Ол простата жасушаларын көбейтуге мәжбүр етеді.
Егер осы гормонның деңгейін төмендетсек, простата өсуін тоқтатып, кейде көлемінде азайтуға болады. Мұны табиғи жолмен жасауға мүмкіндік бар. Асқабақ дәнінің майы, қалақай тамыры және ресвератрол сияқты заттар дегидротестостеронның әсерін әлсіретеді. Бірақ егер адам гормондық дәрі қабылдап жүрсе, мұндай қоспаларды өз бетінше қоспау керек. Барлық тәсілдерді бірден емес, кезең-кезеңмен қолданған дұрыс. Алғашқы айда тамақтану мен қозғалысты реттеу жеткілікті. Кейін қоспаларды қосуға болады. Соңғы кезеңде массаж бен гормондық тепе-теңдікті табиғи жолмен бақылау нәтиже береді. Мұндай жүйелі тәсіл бірнеше айдың ішінде көп жағдайда айқын өзгеріс әкеледі. Ерлер ең алдымен түнгі оянулардың азайғанын байқайды. Зәрдің ағымы күшейеді. Қуық толық босай бастайды. Бұл әдістер жеңіл және орташа деңгейдегі гиперплазияда жақсы нәтиже береді. Егер простата тым үлкен болса, урологтың кеңесі міндетті. Емді бастамас бұрын және бірнеше айдан кейін PSA талдауын тапсыру қажет. Көрсеткіш тұрақты немесе төмендеген болу керек. Егер ол өссе, бірден дәрігерге жүгіну керек. Бұл тәсілдер ғажайып емес, бірақ олар шын мәнінде көмектеседі. Мұнда ең маңыздысы тұрақтылық пен сабыр. Нәтиже бір аптада емес, бірнеше айдың ішінде көрінеді. Егер бұл ақпарат пайдалы болса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Келесі видеода простата мен эрекция арасындағы байланысты талқылаймын. Бұл тақырып өте маңызды. Пікірлерге қай қадамнан бастайтыныңызды жазыңыз. Барлық пікірді оқимын. Өзімізді және денсаулығымызды күтіміз.